Ардагерлер жеңісі, бейбіт күннің жеңісі. Ешкімде ұмытылмайды, еш нәрседен ұмытылмақ емес. Міне, адамзат тарихындағы ең сұмдық соғыстың болып өткеніне 75 жыл толды. Жеңіске жету жолында аталарымыз бен аналарымыздың асқан ерлігі мен әскери жанқиярлығы отан соғыс тарихындағы жарқын беттерге айналды. Сол ержүрек аталарымыздың қатарында мақтан тұтып айтарлықтай өз атамның да есімі бар. Атшыбаев Қылышбай 1921 жылы дүниеге келген. Мен атамды өз көзімен көргендей сезіндім. Себебі атамның өз қолымен жазылған өмір баянын әкем көзінің қарашығындай сақтап келген. Үлкен атасы сол заманның ел билеген Төлебайдың қолында тәрбиеленген. Ал әкесі Атшыбай қарапайым еңбек адам болған екен. Жас күнінде арабша молдадан сауаттанып, оқып таныған. Білімді, есепке жүрік атам соғыс уақытында да бір қолында қаруын ұстап, қыстың қаһарында окопта қар жастан мұстөсен, ал жаздың аптабында ысы мен шөлге шыдап, отан үшін алға деп жаумен кескілесе шайқаста жүріп те есепшілік жұмысын атқара берген. Майданнан аман сау елге оралғаннан кейін де осы жұмысын жалғаған. Көп білем деп кеуде керіп сөйлемейтін сұйық мінезді жан болған. Мүмкін қан соғыстың әсерде болар. Өзінен өрген менің атам жаңашаға риза болып, менің балам жұрттың 10 баласын атасыйды. Мені бағып қағып отырған жарығым деп риза болып кеткен екен. Немересі менің әкем Айбарсты жанынан артық жақсы көрген. Атамның бірнеше медальдері мен ордендері бар. Оның бәрі атам мақтанып көрсете бермеген. Бүгінгі күнде мен атаммен мақтанамын. Мен совет жауынгерінің ұрпағы екеніне мақтанамын. Ел басына күн түскен сұрапыл заманда ел қорғаған батыр аталарымыздың есімі ешқашанда ұмытылмайды, ешкімге ұмытпайды.